Салық амнистиясын жүргізу және мүлікті легализациялау науқаны 2015 жылдың соңына дейін жалғасады. Осы уақытта өңір тұрғындарының жылжымайтын мүліктерін заңдастыруға, көлеңкелі қаржысын заңды ақшаға алмастыруға мүмкіндігі бар. Жағымды жаңалық өңірлік кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен өткен баспасөз конференциясында жария болды. Баспанасын заңдастыру үшін мың сан құжаттар мен ауқымды айыппұлдардан зәрезап болған жұртшылықтың уайымы сейілетін болды. Осы уақытқа дейін облысымызда жылжымайтын мүлік бойынша 167 арыз оң шешімін тауып, 866 миллион теңгенің мүлкі заңдастырылды. Bir ғана Абай ауданында 665 азаматқа түсініктеме жұмыстары жүргізіліп, 45 арыз қабылданған. Нәтижесінде қаланың бас жоспарына сәйкес салынбаған 23 нысан 219 миллион 955 мың теңгеге бағаланған. Ал Әл-Фараби ауданындағы көрсеткіш едәуір төмен. Құрылыс нормалары мен қағидаларына, сондай-ақ өздері орналасқан жария ету субъектісіне меншік құқығында тиесілі жер учаскесінің нысаналы мақсатына сәйкес келетін Қазақстан Республикасының аумағында тұрған үйлер, құрылыстар, ғимараттар. То есть жер деп бөлінбеген, сол жердің мақсатына сәйкес салынған құрылыстар, ғимараттар деп көрсетілген. Қомақты қаржыны заңдастыру үш бағытта жүзеге асады. Көлеңкелі қаржыны депозиттік жүйемен отандық банктерге 5 жыл мерзімге салу арқылы. Екінші тиімді жолы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алып, қаржыны пайдалануға болады. Үшінші бағыт ақшаны тез арада заңдастыру үшін қаржының 10%-ын мемлекетке өткізу керек. Теневой экономика дейміз. Басқа мүліктері бар, көбісі легализациядан өтпеген. Жалпы ВВП бойынша 19% қаржы бізде теневой экономикада жүр. Сол қаржыны өзіміздің легализация істеп, жалпына экономикаға жұмыс істеу керек. Баспасөз конференциясында кәсіпкерлерге тиімді болар жаңалықтар жария етілді. Бизнесті дамыту мақсатында төленбеген өсімпұлдардың сомаларын есептен шығару, айыппұлдардан босату салықтық амнистиясы тиісті органдарда қаралып жатқан көрінеді. Бұл жеңілдік тек шағын және орта бизнес субъектілеріне жасалады. Кенжехан Дүйсенбі, Әлем Әлік, Нұржан Ақжолов, оңтүстік ақпарат.